Жетісай ауданында ардагерлерге құрмет көрсетіп, олардың өмір сапасын арттыру мақсатында Асыл Қазына тең қоғам ардагерлерді қолдау орталығы бірнеше жылдан бері табысты жұмыс атқарып келеді. Қоғамның қазынасына айналған қариялардың денсаулығын нығайтып, олардың белсенді өмір салтын ұстануына жағдай жасау орталықтың басты мақсаты. Орталыққа тіркелу арнайы мамандардың бақылауымен жүзеге асырылады. Әрбір келген ардагерге орталықтың жұмыс бағыты мен көрсетілетін қызмет түрлері жан-жақты түсіндіріліп, қажетті кеңестер беріледі. Мамандар әрбір қарияның жағдайын жеке қарастырып, олардың денсаулық жағдайы мен қажеттіліктеріне қарай қызмет көрсетеді. Біз әлеуметтік маман ретінде орталығымызға келген, жаңадан келген қызмет алушы ата-апаларымыздың құжаттарын қабылдап аламыз. Бізге қажетті құжаттар: жеке куәліктің көшірмесі, 027 форма, флюорография, зейнетақы кітапшасы. Орталығымызға келген апа-апаларымызды қабылдап алып, тиісті әлеуметтік қызметтерге бағыттаймыз. Қазыналы қарияларымызға жайлы орта қалыптастырып, жан-жақты қолдау көрсетеміз. Таңертеңгілік орталыққа келген ардагерлер алдымен медициналық тексеруден өтеді. Арнайы медицина қызметкерлері олардың қан қысымын өлшеп, денсаулық көрсеткіштерін тексереді. Қажет болған жағдайда кеңестер беріліп, сауықтыру шаралары ұсынылады. Бұл жұмыстар ардагерлердің денсаулығына тұрақты бақылауда ұстауға мүмкіндік береді. Асыл Қазына және тең қоғам ардагерлер орталығында аға мейірбике болып жұмыс жасаймын. Менің міндетім күнделікті келген ардагерлерді қабылдап алып, ол кісілердің қан қысымын өлшейміз, және де емдік дене шынықтыру, емдік массаждарға жіберіп отырамыз ол кісілерді. Бұл жерге келетін ардагерлеріміздің көбінесе бізде артериялық қан қысымымен көп кісілер келеді, буын ауруларымен, артрит, артроз, қант диабетімен учетта тұратын кісілер келеді. Ол кісілерге емдік дене шынықтыру, емдік массаж және де солевой шахталарды біз ұсынып отырамыз. Көбінесе жақсы болып қалдым, аяқтарым жақсы қимылдап жатыр, осы жерге келгелі, жаттығу жасағалы дейді. Артық салмақпен келетін апалар болады. Олар тоже салмағының азайғанын айтады, қимыл қозғалысының жақсарғанын айтып жатады ата-апаларымыз. Орталықта Асыл Қазына және тең қоғам бағыттары бойынша кешенді жұмыстар жүргізіледі. Мұнда білікті мамандар ардагерлерге түрлі әлеуметтік, психологиялық және сауықтыру қызметтерін ұсынады. Арнайы тренажер құрылғылары арқылы дене жаттығулар ұйымдастырылып, емдік сауықтыру шаралары жүргізіледі. Бұл жаттығулар ардагерлердің дене белсенділігін арттырып, денсаулығын жақсартуға бағытталған. Осы Жетісайдың өзінде тұрам. Жетісайда тұрам. Өзім құрылысшы болғам. Осы Жетісайдың өркениетіне үлкен атсалысқанмын. Уақытында көп жұмыс істегеннен кейін құрылса, денсаулықтың сәл нашарлауына байланысты осы орталыққа келіп, тең қоғам әлеуметтік орталығына келгеніме биыл 4 жыл болды. Осы басталғалы бері осы жерде қатысып жүрмін. Bu yerде емнің ең жақсы массаж, одан кейін әртүрлі упражнениялар жасаймыз. Сонымен қатар орталықтағы мамандардың жылы қарым-қатынасы мен жан-жақты көмегі қариялардың көңіл күйін көтеріп, олардың белсенді өмір салтын ұстануына үлкен мүмкіндік беріп отырған айтуда. Қазіргі таңда Асыл Қазына және тең қоғам орталығымыз 2021 жылы октябрь айынан ашылды. 65 жастан 90 жас аралығындағы апа-аталарымыз келеді. Яғни мүмкіндігі шектеулі жандар бар. Бірінші топтан, үшінші топ пен бірінші топ аралығында. Енді тең қоғамның негізгі жұмысы мүмкіндігі шектеулі жандарға психологиялық көмек беру, одан юридический көмек беру, жұмысқа орналасу, мансап орталығымен меморандум түзілген, сондай жұмыстар жүргізіледі. Ардагерлер бізде қазіргі таңда келе Асығата өңірінде филиалымыз бар. Ол жерге де қазіргі таңда 8 сағаттық жұмыс, сағат 9-дан 1-ге дейін бір бөлік келеді, 2-ден 6-ға дейін екінші бөлік келеді. Қазіргі таңда бізде 1000-ға жақын үлкен қарт кісілерге қызмет етуде мамандар. 2 филиал ардагерлер тең қоғам залдарда 43 маман қызмет етеді. Ол жерде бізде 9 қызмет түрін береміз.
Орталық мамандары ардагерлерге психологиялық қолдау көрсетіп, олардың қоғам өмірінен шет қалмауына ерекше назар аударады. Бұл жұмыстар қариялардың өмірге деген құлшынысын арттырып, белсенді әрі сергек өмір сүруіне ықпал етеді. Аллаберген Құлша, Нұрсұлтан Саржанов, ақпарат, Жетісай ауданынан.